Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 28 февраль. Азамат Уна базарынан көрсөтөбүз сиздерге. Азыр бул жерде мына Honda Odyssey мына турат, шуну тарта кетейин. $4500 дейт. 2002 жылы чыгарылган, телефон номеру бар экен. 2-3 объем дейт. Арткы тарабынан көрүнүшү мына ушундай. Анжанда дагы бир кара түстө Odyssey 330 миң сом дейт. Телефон номеру бар экен. Айнегинде жарака бар экен. Ушундай. Ак түстөгү дагы бир Odyssey $3600 дейт. То есть $5800 дейт. Телефон номеру бар экен, 2001 жылы чыгарылган. Ушундай. Honda Step ак түстө 2-4 объем $8500 дейт. Телефон номеру бар экен. Андан ары дагы бир Honda Stream 4-7 дейт. Телефон номеру бар экен, 2003 жылы чыгарылыптыр. Абалы мына ушундай. Сырткы көрүнүшү. Хорошо. Могу жерде дагы бир ак степ вагон. Маалымат баракчасында 2003 жылы чыгарылган дейт. Телефон номеру бар экен. $6800 деп жазып коюптур. Toyota Ipsum $6200 дейт. 2002 жылы чыгарылган. Ушундай. Honda Fit'in баазын көрөбүз азыр. Маалымат баракчасында срочно сатылат дейт, $4400 деп жазып коюптур. Сурап көрөбүз азыр канчага бере турган баасы. Салам алейкум. Боло турган жери канча экен мунун? Боло турган жери 4-2. 4-2, Пробег канча? Пробеги 190 канча. 190. Мо эмелер бүт родной, эки бамперден башкасы. Айнектери, краскалары. Хорошо, рахмат. Бамперден башкасы өзүнүкү дейт. Бамперди алмаштырышкан экен да. Андан ары көрөбүз. Мына бул жерде мына Toyota Aris дейт. Aristo Toyota дейт. Көрөбүз, 2002 жылы чыгарылган, $6200. Телефон номеру бар экен. Көрүнүшү. $4000 дейт. Телефон номери бар экен. Мына айнегинде бир аз жарака бар экен, калганы көрүнүшү жакшы. Андан ары мына Honda Accord'ду дагы көрсөтөбүз. 2001 жылы чыгарылган, 1.8 объем $4199 деп жазып коюптур баасын. Honda Fit'in маалымат баракчасында
$4350 deydi. Telefon nomeri бар екен. 2003 жылы шығарылған. Есі жоқ екен. Шындай. Mazda Demio ақ түсті. Telefon nomeri бар екен. 1.5 объем. 300.000 километр пробег дейді. Мынаның сыртқы көрініші мына шындай. Honda Stream ақ түстегі. Малымат парақшасында $4000 дейді. Артық тарауынан көрінішін көрсетейін. Шындай. Toyota East. Toyota East'in малымат парақшасында $4400 дейді. Телефон номері бар екен. 2003 жылы шығарылған. 1.3 объем дейді. Без вложений. Деп жазып қойып тұр. Есі жоқ екен. Сыртқы көрініші шындай. Артқы тарауынан көрсетеміз. Артқы тарауы мына шындай көрінішті. Андан ары мына қара түсті Honda Odyssey'ді дағы тартып кетелі. $5300 дейді. Телефон номері бар екен. Расход 14-15 дейді. Honda Fit ақ түстегі Honda Fit'in бағасын білеміз қазір. $4800 дейді. Состояние идеальный дейді, без вложения деп жазып қойып тұр. Мына шындай бағасы. Қайрадан еле Toyota East $4600 дейді. 2004 жылы шығарылған, 1.3 объем. Телефон номері бар екен. Байланышсаңыздар болады. Андан ары мына Honda Aria. Honda Aria $4300 дейді. 2002 жылы шығарылған. Телефон номері болса бар екен. Сыртқы көрініші мына шындай. Андан ары мына Honda Fit-ті дағы көрсетіп кетейлі. Малымат парақшасында $4500 дейді. 1.3 объем 6-7 расход дейді. Лобовой біраз жарақа кетіп қалып тұр. Негізінен мұнаның ауалы жақшы. Honda CR-V. Honda CR-V-ні да көрсете кетейін. $5900 деп жазып тұр. Ondan ары Honda Accord. Малымат парақшасында оқы кетейін. $4800 дейді. Телефон номері бар екен. 2002 жылы шығарылған. Honda Odyssey ақ түсті. Лобойында біраз жарақа бар екен. $3800 деп жазып қойып тұр. 2001 жылы шығарылған. Телефон номері бар екен. Mazda Demio. Demio'nun малымат парақшасында $3500 дейді. 1.3 объем 2003 жылы шығарылған. Автомат коробка. Сыртқы көрініші мына шындай. А бұл болса Honda Accord дейді. Honda Accord'тың сыртқы көрініші. $3900 деп жазып тұр. Телефон номері бар екен.
Toyota East. Sırtkı görünüşü жақсы екен. 6500 доллар дейді. Telefon номері бар екен. Салонын тартып кетейлі. Салондары дағы таза екен. Қанша екен бұның болушу? Басы 5000 доллар дейді. Бұның авалы жақсы екен, сыртқы көрініші таза жақсы екен. Андан ары Honda Step Wagon. 6000 доллар дейді, телефон номері бар екен. Лобойында бірақ жарақы бар екен. Ya. Repost. Honda Fit'ti тартып кетелі, ақырқы малыматыбыз болсын. 4900 доллар дейді. Телефон номері бар екен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге маалымат чагылдырганга аракет кылдык. Сиздер менен коштошобуз. Лайк басып, комментарий жазып, пикир калтырыңыздар.